Сеул қаласында 2 күнде немен тамақтандым және қанша ақша құрттым. Азан мен Намсанға барып таңғы асқа мороженое жедім. Бағасы 3000 теңге. Обедте KFC-дан 3800 теңгелік сет алдым. Ішінде бургер фри, 2 острый крылышки и кисло-сладкий соустағы тауықтың еті. Кетчупты аямай береді екен. Және сусынды өзіңіз таңдап аласыз, безлимитный екен, қалағаныңызша іше бересіз. Бургері өте дәмді екен, маған ұнады. Острый крылышкасында екеуінде жеп қойдым. Кисло-сладкий етін бір тістеп көрдім, бірақ тойып қалғаннан кейін оны жей алмадым. Фридің да дәмін ғана көрдім, одан кейін ол да қалып қойды. Зато коланың 2 стаканын ішіп қойдым. Кешке қарай Мьондон көшесін аралап жүріп, сырный булочка жеп алдым. Шибон панг деп айтылады, бағасы 1400 теңге. Теңіз өнімін жегім келіп, қуырылған кальмар алдым. Бағасы 3500 теңге, өте дәмді, маған ұнады. Тағы біраз жүріп, түнде магазиннен тамақтандым. Рамён және 3 бұрыш кимпап жеп алдым. Сусынға персиковый суп. Бұлар 1400 теңге болды. Кейін ұйықтап, обедте бірақ тұрдым. Сразу түскі асыма рамён кимпап жедім. Бағасы 2500 теңге. Кешкі асымды дорамадағы палаткадан тамақтандым. Токпоки және үйдің лапшасы 3000 теңгедей болды. Сосын кофейнядан 2500 теңгелік смузи алдым.